Ассалаумағалейкум, қазақ елі, сіздермен бірге pddtest.kz, оның жүргізушісі Адлет Жуносов. Ең алғашқы YouTube желісінде қазақ тілінде жол ережесін түсіндіретін боламыз. Тыйым салу белгілерінің екінші бөлімі, бірінші бөлімнің көргілеріңіз келсе, онда осы жерге басуларыңызға болады. Тыйым салу белгілерінің жиі кездесетін белгілер ол оңға, солға және кері бұрылуға тыйым салады. Көбісі шатасады, мысалы солға бұрылуға тыйым салса, көбісі кері бұрылуға да болмайды деп қателеседі. Негізі ол сізге тек қана солға бұрылуға тыйым салады. Сонымен бірге бұл белгілер тек қиылыстың бірінші бөлігінде ғана әрекет етеді. Екінші бөлігінде ол күші жойылады. Және де екінші бөлігінде сіздер кез келген бағытта жүрулеріңізге рұқсат. Келесі белгіміз басып озуға тыйым салынады. Бұл белгіде әрине орнатылған жерінен келесі белгіге дейін немесе келесі қиылысқа дейін сіздерге басып озуға тыйым салады. Бірақ сіздерге басып озуға рұқсат етіледі егерде алдыңғы көліктің жылдамдығы 30-дан төмен болған жағдайда. Және де бір көлік болған кезде ғана сіздерге басып озуға болады 30-дан төмен жүретін көлікке. Бірнеше көлік болса қатарлас жүрген. Онда олар 30-дан төмен жүрсе де сіздерге озуға тыйым салады. Негізі бұл белгі өте қауіпті аймақтарда орнатылады. Бұрылыстарда, тік өрлеуде, сондықтан сіздерге басып озуларыңызға болмайды. Қауіп. Басып озуға тыйым салынатын белгі қандай арақашыққа дейін әрекет етеді. Басып озуға тыйым салынатын аймақ аяқталды деген белгіге дейін әрекет етеді. Және де келесі қиылысқа дейін немесе елді мекен басталды, елді мекен аяқталды деген белгіге дейін. Келесі белгіміз жүк көлікпен басып озуға тыйым салынады. Әрине бұл белгіде сіздерге жеңіл көлікпен басып озуларыңызға рұқсат етіледі. Жүк көлікпен салмағы 3,5 тоннадан жоғары болса, онда тыйым салынады. Ең жоғарғы жылдамдықты шектеу. Бұл белгіде әрине сіздерге мысалы 50 көрсетілсе, 50-ден жоғары жүруге болмайды. Анда кез келген белгі орнатылуы мүмкін. Мысалы 60, 70, 80 көрсетілген жылдамдықтан жоғары сіз жүруіңізге тыйым салынады. Негізі тестте сіздерде жылдамдық белгілері келеді. Мысалы қызыл белгі болса, сіздер төмен жүру керексіздер. Егерде көк белгі орнатылса, онда сіз жоғары жүру керексіз. Егерде төрт бұрышты көкпен белгіленетін болса, ол сіздерге жылдамдық ұсынылады дейді. Сіз жоғары да төмен жүруіңізге болады. Сіздерге бір сұрақ қояйын, комментарияға жазып өтіңіздер. Осы үш белгінің қайсысында сіздерге 50-ден жоғары жүруге тыйым салады? Дыбыстық сигнал беруге тыйым салынады. Көбінесе ондай белгілер елді мекенде орнатылады. Негізі елді мекенде дыбыстық сигнал беруге тыйым салынады. Тек қана көлік оқиғасы болдыртпау үшін ғана дыбыстық сигналды басасыздар. Бізде Қазақстанда қалай? Жасыл жанды ма бағдаршамда сразу сигналдарын баса бастайды. Ол негізі 3 МРП айыппұл болады. Сондықтан достар, сіздерге дыбыстық сигнал бостан-босқа беруге болмайды. Келесі белгіміз. Ең басты белгі деп ойлаймын, себебі тестте өте көп кездеседі. Бұл белгінің аты аялдауға тыйым салынады. Бұл белгіде орнатылған жерінен келесі қиылысқа дейін сіздерге аялдауларыңызға тыйым салынады. Әрине бұл жерге тоқтауларына болады, егерде көліктеріңіз бұзылып қалған жағдайда, ол кезде біз мәжбүрлі дейміз. Орнатылған жерінен келесі қиылысқа дейін жүріс бағыты бойынша сіздерге аялдауға тыйым салынады. Егерде сіздер бұл белгілерде аялдасаңыздар, онда сіздерге 5 айлық есептік көрсеткіш айыппұл салынады. Егерде штрафтар бойынша көргілеріңіз келсе, онда осы жерге басыңыздар. Аялдап тұруға тыйым салынады. Әрине бұл белгі орнатылған жерінен келесі қиылысқа дейін әрекет етеді. Сіздерге бұл белгіден кейін аялдауларыңызға болады. Белгіден өткен соң келесі қиылысқа дейін 5 минут уақытқа дейін аялдауларыңызға болады. Бірақ аялдап тұруларыңызға тыйым салынады. Екі белгінің айырмашылығы, біреуінде мүлдем тоқтамайсыңдар, келесі белгіде 5 минутқа дейін болады, 5 минуттан жоғары уже тыйым салынады. Келесі белгілер. Аялдап тұруға тыйым салынады жұп және тақсандар бойынша.
Міне екі белгі. Бір дегеніміз сол бізде тақ сан, екі дегеніміз ол жұп сандар. Күнтізбенің күніне байланысты сіздерге аялдап тұруларыңызға рұқсат етіледі. Екі белгіде де сіздерге аялдауларыңызға болады 5 минут уақытқа дейін. 5 минут уақыттан жоғары сіздер күнтізбенің күніне байланысты аялдап тұруларыңызға рұқсат етіледі. Мысалы, бүгін бізде 14-і болсын, егер де осындай белгі орнатылса, онда біз 5 минут уақытқа дейін аялдай аламыз. Бірақ аялдап тұруымызға уже тыйым салынады. Бірақ жұп саны бойынша, мысалы, біз бұл жерде аялдап тұруымызға рұқсат етіледі. Бұл белгілер кешкі сағат 19-дан 21:00-ге дейін әрекет етпейді. Мысалы, қараңыздар, достар, бүгін бізде 21 күні сағат кешкі 21:00-де ол бізде уже 22-сі болып саналады. 22-сі болып, ол 22-сі күні сағат 19:00-ге дейін әрекет етеді бұл белгі. 19:00-ден 21:00-ге дейін осы 2 сағат уақыт береді сіз көлігіңізді қарама-қарсы бағытқа ауыстыру үшін. Содан кейін 22-сі күні сағат 21:00-де уже 22-сі болады. Әрине, солай кете береді өзі. Мысалы, 22-сі 21:00-ден бастап келесі күннің 19:00-ге дейін болады. 19:00-ден 21:00-ге дейін 2 сағат уақыт береді көлікті қарама-қарсы бағытқа ауыстыру үшін. Содан кейін сағат 21:00-де 22-сі болды ғой, 23-і болады. Барлық шектеулер аймағы аяқталу. Бұл белгі барлық осы тыйым салу белгілерінің күшін жояды. Көлік құралының қауіпті жүктермен жүруіне тыйым салынады. Әрине, бұл белгі жеңіл көлікпен кез келген бағытта жүрулеріңізге болады. Келесі белгіміз көлік құралымен тез жанғыш және тез тұтанғыш жүктермен жүруіне тыйым салынады. Бұл белгі де әрине жеңіл көлікке қатысы жоқ. Сіздер кез келген бағытта жүрулеріңізге болады емтиханның сұрақтары бойынша. Қолданылуы белгіленген аймақта орналасқан кәсіпорындағы қызмет ететін, сондай-ақ белгіленген аймақта тұратын немесе жұмыс істейтін азаматтарға қызмет көрсететін немесе осы азаматтарға тиесілі көлік құралдарына таралмайтын белгілер. Бір сөзбен айтқанда, кім осы тұрғын аймақта тұратын немесе жұмыс істейтін немесе қызмет көрсетеді, олар осы белгілерге бағынбайды. Құрметті оқырмандар, егер де сіздер осы видеоны аяғына дейін көрсеңіздер, онда міндетті түрде лайкты басып, комментария жазып, тіркеліңіздер. Сіздерге осы видеоның астында сілтеме бар, сол жерге тіркеліңіздер. Ол жерде тест алуларыңызға болады, видео сабақтарын алуыңызға болады, сіздерге жеңілдік болады. Сіздермен бірге болған pddtest.kz сайтының жүргізушісі Адлет Жунусов. Келесі көріскенше.